Бұл да біздің кеңестеріміздің бірі шығар енді. Өкіметтің бізге құлақ асып тағы да бір рет отқан шығар. Өкімет өздері не айтса да, мысалы оппозицияға айтарым, мына жерде сөйлеп отқан оппозицияға айтарым. Кетіңдер болды, жастар келді. Сендердің сөздерің бітті уже. Және жоғарыдағы ағаларға айтарым, кетіңдер болды, жастар келді. Сендердің бүгінгі күнде бәріміздің айтып отқанымыз, мысалы айтатын болсақ, лампочканы бұрау, свет өшіп қалды. Ананы істеу, ондай проблема керек емес бізге. Біздің төбінен алуымыз керек бұл проблемалар. Егер де бүгін біз бір проблеманы шешетін болсақ, мысалы айтатын болсақ, сен бір жерің ауыратын болса, температураң көтересің, температураң дәрісін қанша ішсең де, ол по-любому аурудың түбін таппасаң, ол по-любому нете береді. Сол секілді бізде қазіргі шығып жатқан проблемалар түбі қай жақта өздеріңіз бәріңіз білесіздер, ол билікте, билік пен халықтың арасындағы қатынастың жоқтығында. Билік өзі бір мемлекет, халықтың өзі бір мемлекет болып қалды. Ағайындар, олар патша емес. Неге патша дейсіңдер? Олар патша емес. Олар халықтың менеджері. Осында халықтың қызметшілері. Сіздер неге ол патша деп биліктеп құлса, алдарына сыйнасыңдар. Егер де сыйлайтын болсаңдар, алдыңдарда құдай қойыңдар оларды. Олар бізге құдай емес. Олар біздің жұмысшыларымыз. Неге түсінбейсіңдер соларды? Олар жұмыс етуіміз керек. Егер істемей ма, халыққа көңіл болып бөлмей ма? Қазір қарап отырған кезде арыстың мәселесін айтақ. Арыстағы ағайындар, біз сіздермен біргеміз. Сіздермен бірге мәңгілік боламыз. Қазақ халқы сіздерге мен көмектестім, және де бүкіл Қазақстан көмектесті. Біз оған міндетсінбейміз. Біз міндетсінбейміз. Бәрі халық көмектесіп жатыр ғой. Тынышталыңдар. Тынышталмаңдар. Билік көмектесу керек, халық емес. Міндетті ол. Сендер тыныш жаттыңдар. Ағайындар. Осы күнге дейін сендер тыныш жаттыңдар ғой, айтыңдаршы. Шымкенттік тауға бәрі тыныш жаттыңдар. Айтыңдаршы. Тыныш жатқан кезде сендерге кеп айтты емес па? Бомба жарды емес па тыныш жатқан кезде? Бұққан сайын, сұққан сайын олар арғаға кедере береді сендерді. Төбелерге бомба жарды. Жатыңдар тағы. Жатыңдар. Сендер үстіне тағы бомба жарады. Содан зар илеп жылайсыңдар. Зар илеп жылаудың қажеті жоқ. Төбінен құрту керек бұны. Төбінен құрту керек. Мәселе сендердің айтып отқан бұты нан жетпей қалды, анау бітпей қалды, оның бітпей қалды. Өмір бақи бітпейді. Егер де сен төбінен жұлмасаң, өмір бақи олар бітпейді. Ол мәселенің бетін сипап қойғаннан мәселе шешілмейді. Төбінен құрту керек. Болды. Біздің шешіміміз сол. 6 күні қаралы күн жариялауы керек. Қаралы күн жарияладыңдар ма? Жарияладыңдар ма? 6 күн қаралы күн жарияламасаңдар, біз 6 күні әншісімақтар, страустар елдің басына күн туған кезде құмға басын тұғып көттерін көрсетесіңдер шын айтқан кезде. Страустар, ақын сымақтар, Тоқаевтың қолына алтын алып жүрген, медаль алып жүрген журналистер. Қайдасыңдар, халықты қолдамайсыңдар ма? Ақын сымақтар, Қалмақан Сарин, тағы да басқа ақындарың. Халық болсаң, ақын болсаң, халқыңа жақын бол дейді. Ақынсыңдар ма? Или биліктің ақынысыңдар ма? Шығыңдар да кетіңдер биліктерің ақын бол. Сарай ақына, сарай. Билік кетсін. Билікті кетсін. Уже уақыт келді. Билік кетсін. Біз қазақтың келешек жастарымыз, барлықтарыңыз батырсыздар. Бүгінгі күннің барлықтары батыр. Ағайын, 20-30 адамға, біздің қазақ ата-бабамыз 20-30 адамға бұл жерді тастап кеткен жоқ. Бәрімізге тастап кетті бұл. Ертең күні, имамдарға айтқым келетін, сабыр, сабыр дейсіңдер. Әділетсіздік тұр. Айтыңдаршы, имамдар. Мен сендерге айтайын, Абу Ханифа, имам Ағзам Абу Ханифа қалай қайтыс болды? Патшаға қарсы шықпаңдар дейсіңдер. Жарайды, шықпаймыз. Егер де ол біздің әділ сайлауымыздан өтсе, біз шықпаймыз. Әрине. Әділ сайлауымыздан біз қаласақ, біз шықпаймыз. Әділетсіз болғандықтан сайлаудың темасы жабылды. Арыстың темасы басталды. Арыстың темасы жабылады. Одан тағы бір проблемасы болды. Шешілмеген. Атырау темасы басталды. Ол бітпейді. Тағы да бірдеңе басталады. Оның шешімін ешкім таппайды бұл күні. Оның бәрі шешімі осы билікте. Өздерінің кінәлі. Олардың салғырттығынан кеше жарылыс болды. Өздерінің салғырттығынан, ешқандай заңсыздықтарынан Атыраудағы теңіздегі оқиға болып жатыр. Бәрі сендердің кінәлерің. Халықтың бұл жерде еш кінәсі жоқ. Көтеріліп жатқан халықтың кінәсі жоқ. Имамдарға жаңа сөзін бітірейін. Патшаға қарсы шықпаңдар дейсің. Олар біздің патшамыз емес, ол біздің жұмыскерлеріміз. Қызметкерлеріміз. Біз соларға үшін біз айлығымыздан және жұмыс істеп жатқан бизнесімізден ақша бөлеміз, солардың үшін қызмет ету үшін. Бәріміз сөйтіп бөліп жатыр ғой, бәріміз бөліп жатыр.
Олар біздің қызметкерлеріміз, олар біздің патшамыз емес. Сен не деу? Олар қайтан патшаға қарсы шықпаңдар десең. Айналайындар, әділетсіздік тұрған кезде бәріміз қарсы шығамыз. Имам Азамның өзі зынданда қайтыс болды, патшаға қарсы шығып. Бухаридің өзі зынданда қайтыс болды. Соған патшалықтың әділетсіздігімен күресті олар. Әділетсіздікпен күрескен, біз әділеттікті қалаймыз. Біз жаңағы айтып отқандар, сендерді біз әділетті болса бәрі әділетті болса, біз ештеңке қалмаймыз ғой ағайын, айтыңдаршы. Әділетті болса, қазіргі сендер кредит жауып беріп жатыр ғой, кредит жабам деді ғой. Өтірікке ілінмеңдерші, айналайын. Өтірікке ілінмеңдер. Бұл да 21 мың теңгенің әңгімесі. 21 мың теңгенің әңгімесі. 21 мың теңге бай кедей демей, бәріне қамтамасыз ету керек. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқан. Біздің азаматтарға туылған кезде, бұрында айтқан президент болып отқан кезде 20 мың доллар емес. Сауд Арабиясына 20 мың доллар беретін болса, біз одан 20 есе көп береміз. Бізде оларда 92 элемент бар біздің жерімізде деген. Айналайын 400 мың доллар сұрап атқан жоқпыз. Аналарымызға, көп бала аналарымызға 21 мың теңге 100 долларға да жетпейді. Беріңдерші, өтініш. Ананың, қазіргі біздің жастар, біздің болашағымыз. Егер қазіргі жастар ана махаббатымен және де ана алақанын сезінбесе, біз олардан болашақ күтпейік, біз олардан омашақ күтейік. Аналарымыз таңертең кешкен жұмыс істесе, ол бала қандай тәрбие алады? Қандай тәрбие алады? Ешқандай тәрбие алмайды. Сондықтан да, ағайындар, көп баланы алып, бірінші біздің байлығымыз адам ғой, халқымыз ғой. Халқымызды сыйлайық, халқымыз құрметтейік, халқымыздың егер мына қылмыстың бәрі, ұрлық, жаңағы не қылмыстың бәрі, ол жоқшылықтан болып жатыр. Жоқшылықтан болып жатыр. Сондықтан сіздер, ағайындар, биліктегілер, бұл жоқшылықтың бәрін көзін жоя алмайсыздар. Сіздер уже некомпетентны, сіздер жұмыстарыңызды істей алмайсыздар. Оның дәлелдеріңізді арыста да барлық кезде дәлелдеп жатсыздар. Бітті уже. Біз қайтадан шығамыз. 6 күні тағы да бір ән айтылып, не болмаса, осы Астанада ән айтылып, би биленетін болса, бір салют ұшатын болса аспанға, бір салют ұшатын болса, біз көтерілеміз. Ал не істейсіңдер? Істейтін нәрсеңді істей баңдар ол. Біздің жалғастырып кетейін, бауырым айтқан. 6 күні қала күні болмасын, той болмасын. Оған жаңа айтқанда, егер де жаңағыдай бір ән айтылып, бір жерде би биленіп жатса, бағдарламасын қойды ғой. Халықты мен ойлаймын, шақырып жатқан жоқпын, бірақ бәрін шақыруға тұрсам, өйткені мына біздің Ақорданы алмай, біз Шымкентті барып, акиматты, Нұр Отанды басып алдық, ештеңе істей алмаймыз. Біз мына осы жерде Ақорданы басып алсақ, бүкіл халық болып, сол кезде ғана бұл мемлекет қолға келеді. Онсыз бұл келмейді. Біз мына митинг, мынандай концерттер өте береді. Бұл концерттен ештеңе келмейді. Бұндай концерт береді. Бұл алдау үшін. Біз ердің митингке міне шығыңдар, айтыңдар деп. Бір айтқанымыз, біз сөзбен істей алмаймыз. Біз қолмен барып сол жерге, міне бүкіл Қазақстанда 17 регион келіп, жиналып сол жерге. Қазақтың батырлары, мына ел қолға келсін десе, мына шал кет деген әңгіме бос сөз. Шалдар кет, бұл қанша айтылады. Оны тек шалдарды біз қоршап алып шығарып жібереміз. Болмаса қолға шығармаймыз. Сол жерде алып, сол жерде жазалаймыз. Міне Қырғыздан келміз ба? Міне Қырғыз десе біз жүріп мына қырғыздардың өзімізше мақтаймыз. Базарда отырып, жаман қырғыз емес. Ол Қырғыз мемлекетін көтерді. Қырғызда бар. Біз де өзіміз жүрміз. Міне жаман қырғыз емес. Ол Қырғыз нағыз қырғыз. Біз Қырғыздай бола алмайатырмыз. Сол үшін міне Армения қандай қылды? Міне халық тек кетерді, өздері көтерді. Біз сондай болсақ қана көтереміз. Мына митингке рұқсат бердігінде мәз болмайық. Біз кетіреміз тек 6 күні керек болса, бүкіл Қазақстан жиналайық. Керек болса, мына Ақордан алмай, біз Қазақстанды ала алмаймыз. Менің ойым сол. Жер сатқандар, сатқындар. Сатқындар сөйді бастаймыз. Жер сатқандар, сатқындар. Біз Алматыны басып алсақ та, мына Ақорданы баспасаң, ол басып ала алмайсың. Бұлар отыра береді, армия жібереді. Жен жағынан. Мына жерде келеді, мен мына жерде. Сол жерде бүкіл Қазақстан, оған жұмылуымыз керек. Бүкіл бір Астана емес, бүкіл қазақ елі жиналуымыз керек 17 регион. Міне Ақорданы алмай, мына қазақ елін, Нұрсұлтанды, Тоқаевты қанша айт ала алмаймыз. Ол қағаз жаза ала алмаймыз. Сол кезде аламыз, сол кезде шалдар кетеміз, шалдарды өзіміз кетіреміз қолымызбен. Онсыз болмайды. Ол ақиқатта шындық ол. Шындықтан құтыла алмайсыз, солай болады. Ол жаңа жылы сөйлеп, біреуге жақсы айтқан болмайды ол. Айтып, анау 21 бірдеңе бәрі өтірік әңгіме. Сонысы одан кейін мәселе міне халықтың қолында. Мен айтатыным осы. Офшордағы ақшалар қайтарылсын. Мына қазір осы митингке бәрімізге рұқсат берді. Митинг жасаңдар, осы көрейік бәрімізді. Енді осы митингтің итогі болу керек. Бәрімізде осы не
өкіметтен өкіметтің бәрі кетсін өздері жақсылықпенен болды біздің тілегіміз осы жаңадан сайлау істесін бәрін сайласын қайтадан халыққа біздің осы митингке жиналған халықтың бір требованиясы осы ғана болды бітті өз беттерімен бәрі кетсін болды біреу қалмасын үкімет басында болды біздің требованиямыз осы митингте жиналған қазақстанның азаматының бәрі требованиясы бірақ осы бәрі кетсін болды бітті өзіміз сайлаймыз бәрін Вы еще идите, скажите. Ал енді кім айтқысы келеді, ол үшін жиналдық қой. Не, айтыңдар. Анда айтқызбыз, мұнда регламент жоқ. Мұнда сөйлейтін анау микрофон жоқ, жұлып алатын сіздер. Қолды қайырып деші. Мұнда біз қазақ жерінде, қазақ елінде толып, мына 10 минутты күтеміз ба? Мына 10 минут үкімет берген аламыз ба? Біздің уже тыңдап отырмыз, дұрыс көп кісілер айтып отыр. Уақыт келді. Біздің уже сөздің уақыттарымыз біздің сөздерін тыңдамайды. Біздің елімізді мысылап атқан жоқ. Олар өздерінің несін істеп жатыр. Біз халық қазір бір-бірімізге бөліп, анау мұндай, анау сондай, анау провокатор, анау мұндай десе қойды. Олар әлі 30-40 жыл әлі билікте отырады. Поэтому біздің қолымызда ол. Мен сол үшін түгелімізде де. Мынау айтады ғой, анау кім ДВК дейді, мына жақтан кім, мынау ұлт патриотшы дейді, мынау кім дейді, мынау қазақ тілін қорғайтын кісі дейді, мынау кім, мынау многодетный мама дейді. Мыналарды бөлмеу керек. Мынау халықпыз, біз қазақпыз, біз халықпыз, біз бірігіп түгелімізді мынау билікке өзіміздің талабымызды қою керек. Если біздің талабымыз естімесе, жаңағы кісі дұрыс айтты. Біздің талабымыз естімесе, онда олардың уақыттары бітті. Онда барып, осы үкіметтің да басқаны түгелінде өзгертулер. Люстрация керек. Мынау Назарбаевтан режимде болған кісілер түгелде кету керек. Жалғыз Назарбаевтан емес мәселе. Жалғыз Назарбаевтан емес. Люстрация керек. Түгелде кетсін. Жастар келсін. Бала шағасы, құдасы, байлары, күйеулері, ойнастар бәрі құрсын. Біреу де керек емес. Ақшаларымызды қайтарсын. Кімнің ақшасы? Офшордағы ұрланған ақшаны айтып жатырмыз. Қайтарсын. Например, Казахстанда например, кто сидит у нас в Сенате, в парламенте, одни богатые сидят, а мы простые люди. Почему они богатые, мы простые? За какое время они обогатились? Они нашими деньгами обогатились. Под крылышком у нашими Назарбаева. ресурсами. Пусть они вернут деньги государству нашим. Нам, это многодетные, мы все. Ну, вы понимаете, что я говорю. Позволили воровать и воровали. Ну, Сами мы виноваты. что я могу еще сказать? Пожалуйста, мальчик, я имею сөйлей алмаймын. Мен, конечно же, қазір бізде қойсам мынау. Я орысша немножко отсерил. Сейчас пришло время не карманных депутатов. Сейчас пришло время не таких чиновников, которые в теплых кабинетах решают нас все эти проблемы. Сейчас время пришло народных трибунов. Если вы, народ, не проснетесь, если вы сами не будете просить, что вам необходимо, никто за вас не сделает. Никто за вас не скажет. Они свое делают. Если вы будете так сидеть и молчать, оно так и будет продолжаться. И поэтому я призываю каждого из вас. Каждый из вас должен стать политиком. Каждый из вас должен стать трибуном. Все. 10 минут прошло наши. Спасибо. Мы еще заявим о себе.